Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 70-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Бурабай. Нұрын төгіп көкте күн, арта түскен қуаты. Бурабай ол көкшенің, сусындайтын суаты. Бір көрген жұрт тамсанып, қандай әсем сұлу дер. Жұмбақтас пен оқ жетпес, аңыз болған ұлы жер. Құл керім ел емес. Өлең не туралы айтылған? Және өлеңнен бас әріптен басталып жазылған сөздерді тауып айтамыз балалар. Жер су аттары бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Алатау, Тараз, Жетісу, Семей, Іле. Бұлардың барлығы жер су қаланың аттары екен. Балалар, біз өткен сабақта айттық, адамның аты әрқашан бас әріппен жазылады деп. Сол сияқты жер су аттары да бас әріптен басталып жазылады екен. Есте сақтап, ережені жаттап аламыз. Екінші жаттығу: сөйлемдерді қатесін түзеп, көшіріп жаз. Бурабай көркем өлке. Бұл өлкеде көлдер көп. Бурабай көлінің ортасында жұмбақтас бар. Бұл жерде қате болып тұрған сөз жұмбақтас екен. Бұл да жер судың аты болғандықтан бас әріппен жазылады екен балалар. Жақсы, келесі үшінші жаттығу. Берілген буындардан өзен, көл аттарын құрастырып айт дейді. Бұл жерде Балқаш, Ертіс, Сырдария, Қапшағай, Іле, Зайсан деген өзен, көлдердің аттары шығады екен балалар. Тағы қандай өзен, көл аттарын білесің? Есіңе түсіріп айтып көр. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңдар.